Сәлем әріптестер. Әдістемелік нұсқауқат бойынша ең көп өзгерістер бастауышта екен, е? Соның ішіндегі формативті бағалау неге барлық тапсырманы қамту керек, тұтастай қамту керек деген мәселе. Енді ол бұрыннан сондай емес па? Біз 10 балды бір тапсырмаға бермейміз ғой. 10 балды сол күні қандай тапсырмалар болады, сол тапсырманың бәріне шашпаймыз ба? Мысалға қымыжыда әрбір балды көрсетеміз не үшін берілетін. Ал енді сіздер мынау сабақ кіріспей басталған кезде мысалға 1.45-те 6-5 тапсырма орындайтын болсақ, оның біреуін мысалға мұғалімнің түсіндірмесімен жасайды. Яғни бағаланбайтын да тапсырмалар бар да, мысалға 5-6 тапсырма болса, оның барлығын бағаламаймыз ғой, өйткені ең бірінші, екінші, үшінші тапсырмаларда балалар әлі үйренеді. Мысалға есепті шығару жолын тақтадан көреді, мұғалімді тыңдайды, оны мұғалімнің жетелеуімен жазады, немесе бір-біріне көмектесіп жазады. Біз оларды бағаламаймыз. Біз балалардың өз бетімен шығарған, өздігімен жасаған әрекеттерін бағалаймыз. Мен былай ойлаймын, мысалға бір математикада 6 тапсырма болатын болса, оның үшеуі жаңағыдай біреуі мұғалімнің жетелеуімен, жаңағы біреуін эксперимент ретінде өзі шығарып көреді, содан кейін біреуін қасындағы досына үйретеді, ал енді содан кейінгі 3 тапсырма ол сәл күрделірек, 2 түрлі, 3 түрлі жолмен шығарылатын сондай есептер болуы мүмкін. Сол соңғы 3 тапсырмаға біз формативті бағалауды шашуымыз мүмкін. Өйткені оны бала өздігімен жасайды. Өз бетінше шығарады мысалға. Ал енді алдыңғы 3 тапсырма мысалға оны да дәптеріне жазады, оны да көшіреді. Ол үйрену жолы. Мен мысалға орыс тіліне сабақ беремін, мен де солай жасаймын. Алғашқы тақтадан көшірген үшін не үшін біз баға қоямыз мысалға? Немесе жаңа алдына берілген тапсырманы жаңағыдай жай ғана жауабын жазған үшін біз оған шығарылу жолын дайындап бердік. Ол жай ғана жауабын жазды. Оны не үшін бағалаймыз? Ол әлі ол жерде есептің шығарылу жолдарын үйреніп жатыр. Яғни үйреніп жатқан жолы ол өзінің жаңағыдай әрекеті емес әлі. Ол әлі мұғалімнің жетелеу әрекеті, қасында отырған оқушының жетелеу әрекеті. Ал енді өз бетінше, толықтай өз бетінше шығарған тапсырмалар мүмкін. Осыған келісесіздер ме? Мүмкін басқа да жағдайлар болады, енді оның барлығын мүмкін 4 тапсырма, мүмкін 5 тапсырма. Смотря